Hey, hello, how are you? Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жаңа сабақты сағынып күтіп отырсыздар деп үміттенемін. Олай емес па? Онда бәрібір де бастайық. Достар, үй жұмысын көпшіліктеріңіз жібермей жүрсіздер. Неге үй жұмысын жібермей тұрсыз? Жіберіңіз. Ағылшын тілін үйрену үшін сіздер күш салмай жатсыздар. Ал егер адам күш салмаса, ағылшын тілін үйренбейді. Достар, онда сабағымызды жаңа сөздермен бастайық. Бізде бүгін керемет сөздер бар. Терді ашайық, орнымыздан тұрайық, отырған болсақ, жатқан болсақ. Кеттік, онда жазамыз. Бірінші сөзіміз. Get it. Түсінесің бе? Do you get it? Мысалға. Are you sure? Сенімдісің бе? Are you sure? Келесі. Are you kidding? Are you kidding? Шутка ма? Қалжыңдап жатсың ба? Don't be silly. Don't be silly. Ақымақ болма. Calm down. Calm down дегеніміз успокойся. Успокойся. Яғни сабаңа түс. Ашуланба. Calm down. Calm down. I don't mind. I don't mind. Ол мен қарсы емеспін. Мысалы, сіздің қасыңызға біреу отырғысы келсе, сізден сұрайды. Do you mind? Деп сіз айтасыз. I don't mind. Mind. Қарсы болу. On time. Уақытында. On time. I always come to English lesson on time. Мысалы, мен әрдайым уақытында келемін. Достар, бүгін мен сіздермен қосымша мотивация жайлы сөйлескім келіп еді. Бүгін бізде сіздермен 13-ші сабақ және де осы сабақтардың барлық уақытында сіздер көп жаңа білім алдыңыздар, кейбіреулеріңіз басқа істермен бірге араластырып істедіңіздер. Бірақ сіздерге ең басты сұрағым бар. Достар, қалай ойлайсыз? Адам тренажерный залға барған кезде ол бір-екі рет барып, болмаса аптасына бір 2-ақ күн барып, денесі өсіп кете ма? Болмаса, адам азаймын деп тек қана диванда отырса, болмаса, тек қана бірінші этаждан түсіп, қайтадан көтеріліп жатса, ол нәтижесіне жете ала ма? Жоқ. Ол барғанда, ол жерде жақсылап тұрып терлейді. Яғни ол бар күшін салып тұрып, жаттығулар жасайды. Дәл солай ағылшын тілімен де тура сондай достар. Егер сіздер 100% айналыспасаңыздар, сіздер жетістікке жетпейсіздер. Өйткені жай ғана тыңдап, жай ғана бір нәрсе жібере салып, жаза салып, сіздер оны үйрене алмайсыздар. Және де осы тренажерный залды алдық. Тағы бір мысал. Егер сіздер тренажерный залға барып, бірден 200 килограмм көтеріп, айналысып жатсыз делік. Нәтижеге жетесіз бе? Вообще ала аласыз ба? Жоқ, әрине. Тура сол сияқты аз-аздан, бірақ постоянно, яғни күнделікті айналысатын болсаңыздар, сіздер тамаша нәтижеге жеткізесіздер. Достар, сіздерде осы уақытқа дейін қандайды бір сылтаулар болған шығар. Бірінші сылтау, мысалы, уақытым жоқ деген, Қазір сізде уақыт көп. Тіпті жоқ десеңіз де бар. Таңғы 6-да 7-де тұрыңыз. Түнгі 12-де жатасыз. Сағат 10-нан бастап 12-ге дейін уақытыңыз бар. Таңертең сағат 7-ден 9-ға дейін уақытыңыз бар. Болмаса 6-дан бастап. Достар, үйренем, істейм деген адам істейді. Екінші тағыда сылтау болды, ол қымбат. Барлық жерде қазір қымбат. Бір сабағы 2,5-3 мың, 4 мың тұрады. Ал сіздерге қазір міне ең арзан, қол жетімді курс беріп отырмыз. Сондықтан да достар, бар күштеріңізді салып оқыңыздар. Группаға маған бір адам, 2 адам ғана сұрақ қояды. Кейбіреулер жеке қоятын болса, кейде ғана сұрақтар. Басқалар ешқандай сұрақ қоймайды. Мә сенің үй тапсырмаң, мә саған мынау болды. Бірақ достар, сіздер еш ерінбей, бар күштеріңізді салып атқарыңыздар. Осы уақытқа дейін байқасаңыздар, мен әрдайым 10 немесе 15 сөйлем деп айтатынмын. Көпшіліктеріңіз 10 сөйлем жібересіздер. Неге мен 10-15 деп айтамын? Өйткені баланың, жалпы оқушының, студенттің қаншалықты оны жақсы көріп, болмаса ынтамен істейтінін байқаймыз осылай. Яғни егер адам 10 сөйлем жасап келсе, жақсы, тамаша, ешқандай уайым проблема жоқ. Бірақ 15 жасап келсе, яғни ол оны түсініп қана қоймай, одан бетер жасағысы келді, одан бетер істегісі келді деген сөз. Сондықтан да достар, жалпы айтарым, сіздерге мотивация қажет болса, мен мотивация беремін.
бірақ сіздердің өздеріңіздің мотивацияларыңыз болу керек. Яғни сіз расында да оны қалайсыз ба? Расында да сізге ағылшын керек пе? Не үшін керек? Қандай мақсат қойдыңыз? Қашан ағылшын үйреніп бітірем дедіңіз? Сол уақыттың барлығын алдын ала жоспарлаңыздар, достар. Сіздерге айтарым менің бүгінге осы. Үй тапсырмасы сіздерге бергім келіп жатыр. Осы уақытқа дейін өткен бүкіл сабақтарды көріңіздер, тыңдаңыздар, жазыңыздар. Үй тапсырмасы жібермеген болсаңыздар, жіберіңіздер. Қосымша сіздерге тапсырма бір фильм көру. Бір фильм көресіздер, любой фильм болсын, мен сіздерге группаға да жіберіп тұрамын. Қосымша өздеріңіз де іздеп көрсеңіздер болады. Ағылшынша субтитр қойсаңыз болады, ағылшынша тілде тыңдап көрсеңіз болады. Ең бастысы, фильмді көресіздер, маған группаға қысқаша жазып айтып жібересіздер. Не туралы болды фильм, не жайлы, кім туралы, не түсіндіңіз, не түсінбедіңіз. Сонымен достар, бүгінге сабағымыз осымен бітті. Goodbye.